Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Дәл қазір мектептің уақытында балапандарыңызға беріп жіберсеңіздер, сабақ кезінде жеп алғанға өте тойымды тіске басар болып табылады. Сосискамызды дайындауға кірісеміз. Алдымен жылы сүтімізді құямыз және де тұзды, қантты, ашытқыны және сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде сұйықтық толығымен араласуы қажет, бетіне май шығып тұрмау керек. Осылай жақсылап араласқаннан кейін қажетінше ұнды саламыз да қамырымызды илейміз. Мен қамырды Kenwood ас үй машинасында иледім, қолмен илесеңіз де болады. Және де осылай жұмсақ қамыр жақсылап илеп алғаннан кейін қамырды көтерілуге қалдырамыз. Мен Kenwood ыдыс үлкендеу болғаннан кейін бөлек ыдыста осылай жауып 40 минут 30 минутқа қалдырамыз, яғни қамыр толық көтерілгенге дейін. Сосискалар менде Нарлендікі халал. Осындай сосисканы қолдандым және де біреуі үлкен болып кеткендіктен дәл ортасынан барлығын теңдей етіп бөліп шықтым. Балаларға осылай жеген ыңғайлы болды. Және де қамырымыз ашыды. Ашыған қамырымызды алып, қамыр өте жұмсақ болғандықтан кішкене ұн себе отырып жұмыс істейміз. Және қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды осылай аударып отырып, жақсылап бір келкі етіп жайып аламыз. Және жақсылап жайғаннан кейін шетінен бастап осылай ұзынша етіп кесіп шығамыз. Яғни біз осыған сосискаларымызды орайтын боламыз. Барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап сосискаларымызды орап шығамыз. Және де осы уақытта пешіңізді қыздырып қойсаңыз да болады. 180 градусқа 15-20 минутта пісіп кетеді. Дәл осылай барлығын жасап болғаннан кейін бетіне біраз қасық сүтпен жұмыртқаның сарысын жағамыз және қалауыңыз бойынша күнжіт сеуіп пісіріп аламыз. Барлығы 15 минутта пісіп шықты және 180 градусқа пісіреміз. Осылай өте жұмсақ және дәмді, әдемі болып шықты. Осы рецептпен жасап көріңіздер, балапандарыңызға мектепке беріп жіберуге өте таптырмас тіске басар болып табылады және өте дәмді болып шығады. Видеоны толық көргеніңіз үшін рахмет. Менің басқа да видеоларымды қараңыз, каналға жазылыңыз.